Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мінекей осындай өте оңай және тез дайындалатын өте дәмді кешкі ас рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен тефтели дайындаймыз. Ол үшін бір орташа пиязды мінекей осылайша өте майда төртбұрыш етіп тураймыз. Ал енді туралған пиязды тартылған етке саламыз. Ал қазір дәміне қарай тұз, қара бұрыш, кептіріліп ұнтақталған сарымсақ пен паприка қосып, барлығын жақсылап араластыру керек. Соңында міндетті түрде фаршты мінекей осылай ұрғылап аламыз, сол кезде тефтели шашылмай піседі. Ал қазір қолымызды кішкене сулап алып, еттен алып, оны домалатып тефтели жасаймыз. Менде 300 грамм фарштан 10 орташа тефтели шықты. Енді қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, майдалап туралған пиязды қуырып бастаймыз. Пиязды 2-3 минуттай қуырып болғаннан кейін, үкіштен өткізілген бір кішігірім сәбіз салып, барлығын тағы да 1-2 минуттай орташа отта қуыруды жалғастырамыз. Енді майдалап туралған сарымсақ қосып, барлығын тағы да шамамен 30 секундтай қуырамыз. Соңында 2 ас қасық томат пастасын салып, барлығын жақсылап араластырып алған соң үстіне су құямыз. Және осы жерде тұзбен өзімізге ұнайтын дәмдеуіштерден қосып, тағы бір араластырып алып, қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Қайнап бастағаннан кейін гнездышки макарондарын мінекей осылайша бір-бірден тізіп шығу керек. Гнездышки үстінен жаңағы алдын ала дайындап қойған тефтели салып, үстінен кішкене осылай басамыз. Соңында тефтели үстіне кішкене сорпадан құйып шығамыз. Ал енді қақпағын жауып, баяу отта 8-10 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, өте дәмді кешкі ас дайын, өте оңай және тез дайындалатын тағамдардың бірі. Рецепт сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.